Миниш ойнамай қалды ғой. Өткенде бір ата-ана айтады. Мектепке кіргізбейді дейді. Директормен сөйлесейін десем, кіргізбейді, сөйлеспейді, түрме сияқты дейді. Ата-аналармен сөйлессем дейді, директордың түрін көрмегенбіз дейді. Ол қандай мектепте? Келеміз, бір қайда барады кірмегенде, бірақ оларында қазір жеңіл жүріп жақсы кішкене басып. Міне, Алматы қаласы нөмір 90-шы мамандырылған мектеп-лицей, логотипі орысша. Міне. Былтыр бізге уәде берген. Логотипті қазақшалаймыз деп уәде берген. Міне, орысша специализированный. Ол қандай директор? Мұғалімдер бөлмесі. Былтыр көктемде осылай болған, біз ескерту жасағанбыз. Әлі осылай тұр, ешқандай өзгеріс жоқ. Міне. Бір Ресей Федерациясының мектебіне қайтты. Мейрамдардан бірінші арнаға олимпиадада жылайды ғой, орыстың қыздары бетіне қарап тұрып жылайды. Ешқашан қазақ мұғалімдер айтады, ешқашан қазақты балаларын апармайды. Екінші сорт сияқты апармайды. Класстың мұғалімі мақтанғаны соншалық. Сіздің қызыңыз осы жерде оқып жүрген кезде жолын бөгейтін, сонда үнемі жолын бөгейтін, мектеп әкімшілігі. Жолын бөгеген емес қой, просто балаларды ешқашан апарған емес. Сонымен класстың жетекшісі. Көңіл бөлмеген ғой қазір. Класстың жетекшісі қыздардың несін апарып, мұғалімге барып жалынады ғой, қазақты да апарайықтар деп. Қазақтар орындаламайды. Біздің показания бұзасындар 90-шы лицей алғашқы бір республикадағы алғашқы орындардың біреуінде деп өздері солай көтерген ғой. Қыздар барды, қасындағы бір-екі баласымен барып, қаланың да бірінші орын алды, районның да бірінші орын алды, мектептің ішіндегі жарыстардан бәрінен бірінші орын алды. Наурызынан бастап қазақтар жүргізе бастады жаңағы нелерді, қазақша. Енді қасында тұрып қарап тұрсаң, ата-аналар, орыстың ата-аналары жылайды ғой кәдімгі. Кек, неге қазақтар орындап кетті? Неге қазақтар орындап? Көре алмасты. Бірінші рет апарып. Содан кейін жаңағы қазақ класының мұғалімдері көтеріліп, өздерінде дух болып жапыра бастады. Жоқ, қазақтың білімі бәрінен артық қой, қыздар. Мәселе ол бөлінген мәселе, әр баланың өзінің несі болады, сана сезімі өресі дейді. Өресін мыналар басып отырып. Сол әдейі күшпен басып бастап, орыс класстарында оқыған балалар ғана қатысып, соларға орын алу керек деген не қалыптасып қойған. Қорған Кәбезовна деген кісі директор болып тұрғанда тіпті институтқа түскеннен біз балама бір бөлім болып кетті. 4 рет экзамен тапсырды. Сөйтіп отырып бірінші классқа түскен кезде жан-жақтан келген тапсырмаған балалар түсті. Қарап отырсаң білімдері жер мен көктер. Бірінші сыныпқа түсу үшін Қазақстанның баласын 4 рет емтиханнан алдырдың ба сонда? Конкурс өтеді, қазақша, орысша, математика, логика деймін. Мен күлем, алдында көңіл бермейтін, мен ойладым, білімін тексеру керек қойды. Кейін қарасам, кәдімгідей давка, шығарып тастау керек, игеріп тастау керек. Қалай болды? Қолдан ұйымдастырылып жатыр ғой, дейсіз ғой. Институт сұрақ экзамен тапсырмайды, колледжде. Ентісін тапсырып та баланы апарып береді. Бұлар живой отырып сөйлеседі де балалар. Живой қалған итеріп тастау әрекет етеді. Бала бәрін жауап бермес десең, құдайдан қорқып етіп қабылдайды. Қабылдағанда да сол 23 адам қабылдаймыз деген, 23 мектепке ондай істеуге болмайды? Осыдан асып кетті. Мектеп толыққандай жерде жоқ. Барды мектепте қазір қабылдайды. Барды мектепте еріктеп алды. Ол немен қабылдайды қазір онлайнмен? Егерде 1, 2, 3 конкурстан конкурс. Күлгенмен онлайнда қайда тапсырмайсың. Жоқ, осыған тапсырамыз, оқимыз деп. Оқуға түсіп, бірмен сөртті бітірдік. Сол арада мен мектептің директорына да келдім, районаға да, Гараннаға да, Сағатаев дегенге кірдім, мен ұятым көрмейді олай. Онда сендер таза 90-шы лицейді тек қана Россияға да бағыштап, сол жаққа адам дайындап жатсыңдар ғой. Бірде-бір бала, оны өткеннен кейін Қазақстанда қалам, қазақша қызмет етем деген емес. Бәрінің айтатыны 9-дан кейін уже Россияға кетемін. Класстан кейін уже тапсырып тастайды. Қабылдап қояды, бүкіл жерде орыстың қыздары. 2 жыл уақыт өткізеді. 11-ден кейін бәрі моментально кетіп қалады. Мен соны біліп отырмын. Біздің қазақтың онсызда жетпей жатқан ақшасына бұлар кәдімгі орыстың кадрларын дайындайды.
сол туралы әңгіме болды. Оны айтасың, айтсаң жаңағыдай әңгіме қылатын. Ақырысы мен ойладым, тағы да қосып ашты екен деп. Сол жыл ашылмады, кейін келесі жылы барды. Мен 5 жыл басқа өткен, алты өткен кезде ашылды да сөйтіп жоғары қойды. Біз қазір дауласып емес мәселе. Олардың төбесі емес, қазір тексеріп көрейік, не істеп жатқанын. Бірақ бұл жердің бұл мектептің түгел басшылығын ауыстырмай болмайды ғой. Жақсы болмайды. Қазақтың жағдайы, қазақтың қамын ойлайтын коллектив емес та өзі. Міне өзіміз көргеннен кейін, дархан айтқаннан кейін мен де шыдамадым, өйткенде айтып едім, айналайын 90-шы лицейді көрдім істеп жатқан адам. Сөйлесейік, көрейік. Бірақ қазіргі жаңағыдай шуылдағанда, айқайға, оған не қылмаңдар, падалас едік. Олардың айқай шуылын естіп кетсек, онда біз үшеуміздің де абыройымыз түседі. Олар жеңген сияқты болады. Секретар қазақша сөйлесең шыдамай отыр ғой, құлағы ауырып отыр ма? Қазақтар келді, шалдар сөйтті де шу шығарып кетіп қалды деген әңгіме болады. Бізде мақсат ол емес қой. Қазақша сөйлесең нервісі қайнап жатыр. Неге шулап жатсыңдар? Шулап отырған жоқ, әңгімелесіп. Шулап жатсыңдар емес. Үлкен кісілерге қалай сөйлесіп тұрсыз? Сабақ. Сіз деп сөйлесіз үлкен кісілерге. Сабақ болған. Сіз кім боласыз вообще? Жалпы кім болса аты жөніңізді таныстырыңызшы. Шарбаңыз болмасын сіздің. Онда сіздің де шаруаңыз болмасын. Қалай шулап сөйлеп отыр, берге. Тұр ғой, сөйлесіп тұр ғой. Сөйлесіп тұр ғой, сөйлесіп тұр ғой шулап. Сіз немен жүрсіз? Сөйлесіп тұр ғой шулап бәрі. Олардың жұмыспен бар, жұмысы бар олардың. Жұмысы А сіз не деп жүрсіз? Ұят емес пе? Келіп алып. Бәрі сөйлеп тұр шулап, бізге әңгіме айтып жатыр. Адам деп тұрған жоқ. Сіз қай елге қызмет етіп тұрсыз жалпы? Не сонша не Сен шарбан болмасын. шаруам болады бар мен. сыртына шық. Шаруам болады мен. Қазақстан территориясында тұрма ана мектеп, шаруам болады мен. Біздің қақымыз бар. Тіпті бір жұлынып тұр ғой. Болды ғой ана ел бар, сөзден Болды ғой өз Жоқ, өзіне. қазақстан тілі сөйлесе болды. Кешке. Орында тұра алмай отыр. Сіз кім боласыз? Завхоз был просто. Завхозсыз. Мына мектепте сіз сабақ завхозсыз, иә? Неше қазақ сыныбы бар параллельде? 5 Бесеу. 5 қазақ сыныбы бар? Или 5 параллель, соның біреуі қазақ па? 5 класс бір Бір қазақ, иә? мен түсірмей қоймыш, мен завхозбен. Жоқ, онда сіз мына жерден кетіп қалсаңыз болады. Біз просто кім бар, соны түсіре береміз. Жұмыс бабымен жүрмін. Сіз қоғамдық жерде тұрсыз, мен түсіре беремін. Жақсы. Ана? Оларға заңы шендесі айтты. ютубтан көрсе албасындай болады ғой істеген тірлік адамы. Ол қазақты сатып қойған ғой. Жаңағы Гүлбақырам Балқоннан бүгін шығарып жіберетін еді, барып қазір барып әкімге барып кіріп отырып алады. Досаевқа. Қазір кіріп алады, десің. Сабылетіндегі әкімекте сабақ бітсін, сөйлеп шығайық. 9:40-та кеткені ғой, екінші сабақ. Бірінші сабақ шығар. Секретар, осындай болғаннан кейін қазақша сөйлесе құлағына удай болып тиіп отыр ғой. Жоқ, ол сөйлеген үшін. бізге солай сөйлеседі. Иә. Ал қарапайым ата-анаға қалай сөйлеседі? Манына жолатпайды ғой қарапайым ата-ана. Аузын аштырмайды ғой. Аузын аштырмайды. Сөйтіп үйреніп қалған ғой. Шарбақтан кіргізбей үйреніп қалған едім жоқ. Иә. Есіктің алдына қайтарып жібереді. Енді қоғамдық ұйымдық болып келгеннен кейін ешнәрсе жасамай Қазір сабақ өтіп отыр ма? Сабақ па қазір? Қазақстанда қазақша Түсінбейді қазақша. Екі қолды көтереді. Ана орыс сыныптарына бар ғой, сабақ беріп жатқан қазақ тілі мұғалімдерінің бар ғой, 90% арам тамақ. Өтірік сабақ беріп жатыр. Талап қоймайды. Нақты 2-сін 3 деген нақты бағалар қоймайды. Өтірік 4 пен 5 қойып береді. Сосын біледі да олар қойып береді. Сосын оқымайды. Қазір ағылшынша сұрақ қойшы, жауап береді. Қазақша жауап бере алмайды. Қазақша сұраса, екі кетіп тұрады. Амаларға болады емес.